Егер де өз отбасыңызды таңғалдырғыңыз келсе, міндетті түрде осы тағамды жасап көріңіздер. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Ал бастайық. Ең алдымен қызыл қамырын жасаймыз. Ол үшін мен қызылшаны пайдаландым. Қызылшадан сок жасаймыз. Ол үшін үккіштен қызылшамызды өткізіп алып, үстіне суымызды құйып, араластырып аламыз. Және де осыны сита, яғни електің көмегімен суымызды шығарып аламыз. Және де видеода көрсетіп тұрғандай қасықтың көмегімен басып, оның үстіне жұмыртқа қосамыз. Мен сәл қызыл бояғышты да қостым. Және де сәл тұз қосып араластырып, үстіне ұнды електен өткізіп салып, жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Бізде осындай қызылша рең беріп, әдемі түс береді. Бұл біздің бірінші бөлігіміз. Ал енді екінші бөлікке көшеміз. Оған біз ақшылдау қамыр илейміз. Қарапайым қамыр, оған таза ыдысымызға суымызды құямыз, тұзымызды себеміз және де бір жұмыртқа жарып қоямыз. Осыны қасықпен араластырып, үстіне електен өткізілген ұнымызды саламыз және де қолмен жұмсақтай, қолға жабыспайтындай қамыр илейміз. Қамырларымыздың бетін жауып 15 минутқа тұндырып қойсақ болады. Ал енді үстеліміздің үстіне сәл ұн сеуіп, ең бірінші қызыл қамырымызды алып, оны сәл кішкене жайып аламыз. Және де ортасына біз ақ қамырымызды саламыз. Осылай біріктіреміз. Видеода көрсеткендей біріктіріп алып, оны пышақпен бөліктерге бөліп кесіп аламыз. Міне біз бірнеше бөліктерге бөлдік. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі көрінеді. Енді әр бөлігін жұқалап етіп жаямыз. Оқтаудың көмегімен. Осылай әр бөлігін жұмсақ жұқалап етіп жайып шығасыздар.
Ал енді салмасын дайындайық. Ол үшін мен асқабақты, пиязды және де тұз бұрыш салып жасай салдым. Егер қалауларыңыз бойынша тартылған етті де қоссаңыздар болады. Кәдімгі мантыға жасаған салманы жасасаңыздар болады. Ал енді осылай 3 бөліктен, яғни 3 қамырды осылай бір-біріне жабыстырамыз. Егер де бұдан кішігірім болса, мен сәл үлкендеу болды, сондықтан 3 жасадым. Егер де бұдан кішігірім болса, 4-еуін қоссаңыздар болады. Осылай ортасына салмасын саламыз және де роза гүлі сияқты оны айналдырып шығамыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шығады. Осылай әрбірін жасап шығамыз. Астыңғы жағын сәл жабыстырыңыздар. Міне көріп тұрғандарыңыздай бізде өте әдемі роза гүлдері шықты. Өте ерекше болып шықты. Ал енді мантварка табасын сұйық маймен майлап аламыз. Жақсылап тұрып, және де үстіне дайындалған роза мантыларымызды саламыз. Енді қайнап тұрған судың үстіне мантварканың табасын салып, бетін жауып, 40 минуттай пісіреміз. Егер де сіз ішіне тартылған ет салсаңыз, 45 минуттай пісіріңіздер. Менгі бір 30 минуттай дайын болып шықты. Енді осыны әдемілеп тарелкамыздың үстіне саламыз. Жан-жағын осындай көк шөптің көмегімен әсемдесеңіздер болады. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шыққан. Дәмі деген керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған мен Диана. Келесі видеоларда кездескенше.